Allah Teala bala verse pazar kız veremiz. Bala vermesi evliyarlak kötetimiz ras. Ras koy. Evliyarlak kötetimiz ras. Böyle Kuday'dan şalınıp şalvarınıp Oğuz'u degende ayyenim dünyaya bir ula kelip et. Ay bir öz 10 balaga tatıydı koy. 10 balaga tatıydı. Hey, ben mıқты kompozitörmün koy. Mıқты kompozitörmün koy. Men ana aytkan кезде taң kalatın. Vay vay, bulbulun dаусы kaydan çıkıp жатыр. Bulbulun dаусы tыңдаңдар деп taң kalatın. Mene oңбаған ana balaga aykeleyim de bak tamağım osulup bitti. Ana mektepteki muğallimlerin bäri şındık iş bergen. Birinci klasqa bargandan 2 apay şındıkanadan bırak çıkarttı oңбаған. Hazırғы tаңda ana жиналысты мектепте емес, үйде өткізе беретін болдық. Оңбаған. Келіп жатыр міне. Тағы бірдеме білдірген ғой бұл. Жіберші апай, құлағымды. Жіберші. Апай деп жай айтам, апай. Өмірзақтың қатыны жібер құлағымды. Жібермеймін. Мен сен құлағынан тартып өнеді жезден ба тарт қолыңды. Немене апай деген шелек бола бересің. Оңбаған. Тағы бірдеме білдірген ғой бұл. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сіздің мына фантомасыңыз бар ғой, мына фантомасыңыз бетіңізге айтайын. Мына тұрған бетіңізге айтайын. Адам болмайды мынауыңыз. Бұлыңыз бар ғой, мынау этика, синтетика дегеннен нөл ғой бұл, нөл. Қой? Бұл дегеніңіз мен точно бір күні өлтіреді бар ғой, өмірден де түңіліп кеттім осы. Мен өлем. Қойыңыз апай, ондай жаман сөз айтпаңыз. Жоқ, бұл жаман сөз емес, мен өлем дедім бе, өлем мен. Апай, сіз әзір өлмей тұра тұрыңыз? Әзір өлмей қоя тұрайын ба? Қашан өлейін енді? Осы алда келе жатқан пешенбі ма өлсеңізші? Пешенбі күні өлсеңіз, жұма күні жұма намаздан кейін шығарса, бірден жұмаққа барасыз ғой? Өзім шығарып салам, боп ма? Ойба. Сол күні өліңіз. Жүрегім ай. Естіңіз ба, балаңыздың айтқан сөзі? Ой, оңбаған. Не мынауыңыз бар ғой, мектептен құртам дедім бе, құртам көресіз. Қойыңыз апай, баламен бала боласыз. Баламын ғой. Папа, екінші қатынға барам, папа, екінші қатынға. Оңбаған. Қойыңыз апай, одынды көр жиналысты бастаңыз. Баламның кемшілігін айтыңыз. Болмаса, жетістігін айтыңыз. Жетістігін дейді. Сіз оңбағаннан қандай жетістік күтіп жүрсіз сіз, а? Қойыңыз баршы. Онан да сіз мұның ана сабақта айтқан сөздерін естіңіз. Ужас қой, ужас. Мұндай сөзді мен үйдегі күйеуімнен де естіген емеспін. Күйеуіңізден қайтып етсіз, күйеуіңіз торымыз біреу ғой. Қашан көрсең көшеде сүтпен айран сататта жүреді. Одан қайтып естейсіз. Мен кеттім. Мына балаңызбен бар ғой, сіз өзіңіз сөйлесіңіз. Апай, ана түстен ау. Қайтып мүліп кетті. Ей, оңбаған. Оңған. Тіліңмен жағыңа сүйені бермей. Не дедің ана апайыңа? Даусың зор да, папа. Не дедің? Өзі ғой, папа, өзі ғой. Не өзі? Не? Сондай да сұрақ бола ма? Қандай? Математика сабағы болған, маған еді, бірешекке бірешекті қоссаң не болады дейді. Апай дедім, ол екен қоспа қояқ дедім мен. Сөйтсем, сенің сауатың жоқ, бірешекке бірешекті қосамайсың, бірешекке бірешекті қоссаң не болады деп қойды. Қырғын болады, апай дедім мен. Қалай қырғын болады? Қалай? Қойш папа түк білмейді адам құсыр, немене ол? Жоқ, енді балам, енді қара, бері қара, енді қараса енді міне, бірешек, оған бірешекті қоссаң не болады? Папа, ұрға шешекке еркек шешекті қосса не болады? Қой, сонда бір ұрғашы мәне? Мынауың қуады ғой, мынауың. Еркек шешек пен еркек шешек қосылады дейсіз ба? Шешектің бәрі сіз сияқты емес ғой. Айналайын, сенің мына апайың есі дұрыс па? Қандай сұрақ қойды? Оңбаған. Апай, құдай қаласа жындықана келеді, бір-ақ апта қалды. Киімдерін дайындап жүрөз. Одан кейін не болды? Одан кейін біздің апай қуады. Жұрт наурызға дайындалып жүрсе, біз жаңа жылға дайындаладық. Біздің мектепте әлі барысшылық емеген 2009. Қой. Сол күніге Аяз ата келіп тұр, анасы Аяз ата күніге келіп шаршап кетті біздің тақпағымызбен. Аяз ата келіп тұр, бізге сәлем беріп тұр. Аяз атамыз келін болып кететін болды, сәлем сал. Сосын айтты маған, осы фантомас тұр орнынан деп қойды. Не болды апай десем, саған жұмбақ деп қойды. Бүгін Аяз атаға бір кішкентай бала хат жазды. Аяз ата маған жаңа жылдық подаркаға бір кішкентай бөпе сыйлаңызшы депті. Сонда Аяз ата ана балаға не деп жауап жазды дейді. Енді құдай, сонда түсінбедім. Менің балам қараса, міне кішкентай бала Аяз атаға хат жазған. Маған кішкентай подарка ретінде бөпе сыйлаңызшы. Сонда Аяз ата кішкентай балаға не деп жауап жазды дейді ғой енді балам. Мен айттым, онда срочно мамаң жібер деп жазды дедім. Ой, молодец, ай балам. Қатырысың сен бала.
Адам деген ұстазға солай сөйлеймін. Сондай сұрақ бола ма енді? Екі солай сөйлесу ма? Құдай Айт, қаласа. әрмен қарап не болды? Сосын бір кезде апай шығып кетті. Сөйтті де бір военный киінген біреулер келді ғой. Ойбай, олар кімдер? Военкоматтан ба қыздардың бәрін шығарып жіберді, балдар тап қалды. Сендер Қазақстанның болашақ азаматсыңдар деп бізге айтты. Сосын маған айтып қалды, осы қыздар неғып әскерге бармайды, соны кім біледі деп қалды. Мен айтамын дедім. Молодец, не дедің? Өйткені қыздар әскерде жатыңдар деген бұйрықты басқаша түсінеді дедім да мен. Ай, басқа жауап таппадың ба, басқа жауап? Папа, дұрыс қой, енді қыздарға жатыңдар десең, жігіттер ұқсап, хоп деп жатып қалмайды ғой. Қыздар жатыңдар десең, жатады ғой майсы балым. Олар не деді? Ұрысты маған. Ұрсады. Сен Қазақстанның болашақ азаматсың, ант бер деді маған. Ант бердің ба? Еркек болғасын бересің ғой. Не деп бердің айтшы? Мен Қазақстан Республикасының азаматы Үкібасұлы Фантамас. Отан үшін отқа түсуге. Молодец! Кеудемді оққа тосуға. Молодец! Соңғы демім. Демім таусылғанша. Еркексің балам. Фашистер ұстап алам. Фашист біздің Қазақстан қыздарына тиісіп тұр. Бытшын шығарам деп айтуға. Ой, молодец, еркексің. Ант бере алмаймын дедім. Ант бере алмаймын дедім. Ойбай, неге бере алмайын дедің, неге? Айдаладағы басқа кластың біреуінің шашы түсіп жатса, мен өлім керек болсын да. Ой, Құдай, осы сен бала мен ақыр өлтіретін шығарсың. Ай, өлмейсің папа, сен өлмейсің. Так, одан кейін не болды? Сосын бір кезде қайт апай келді. Сөйтіп бүйтіп қойды маған, Фантамас жүгірмек деп қойды маған. Сен осы абай жолын оққасың ба деп қояды. Апай оқығам дедім, сіздің сауатың жоқ, 10 парағында бір секіріп оққан шығарсың деп қояды. Апай дедім, сіз не деп тұрсыз? Құдайға шүкір, абай жолын оқыдым дедім, Шоханды оқыдым дедім, Человек паук бәрін оқығам дедім мен. Сөйтсем маған бүйтіп қалды, әр жерін секір оққан шығарсың деп қалды. Сосын бетін, сіздің үйіңіздегі DVD сияқты секірмейме деген апай чортып қалды. Ай, молодец, одан кейін не деді? Сөйтсем маған не дейді дейсіз? Сен де әкең сияқты оңбай келе жатыр екенсің ғой. Әкең сенің жас кезінде ешак ет деді ғой, сізді ешак деді ғой. Қой? Ешак деді. Ойбай, өзінің түрін біліп алмай ма? Аузында бір тісі жоқ, кетік десе. Папа, сізді әшейін ешек деген жоқ қой. Кәрі ешек дейді, кәрі. Құлағы құрттап кеткен дейді. Арқасында мынандай жауыры бар дейді. Үстін кене басып кеткен ешек дейді. Даусынан дейді ғой, сіз салды ғой. Кәрі ешек деді ғой, бір жаман қып айтты. Мен ешек тегмесе шыдап тұра бердің ба? Шыдай алмадым мен, папа. Не дедің? Апайға айттым, апай, вы что дедім. Вы что? Вы что говорит дедім мен. Что говорит дедім? Менің әкем ешек емес дедім. Ешек емес? Менің әкем ешек емес дедім. Ешек емес? Менің әкем әлі тайқар дедім. Мен соның қодығымын дедім ғой. Не болды папа, қойшы. Қойшы папа, қойшы. Сен мен тайқар деп тұрсың ба? Енді кәрі ешектен тайқар жақсы ғой. Қазір көкеңді танытам. Қойшы папа, папа қойшы. Папа, қойшы папа. Папа, қойшы. Папа, өз-өзіңе жауап бере аласың ба? Жауап бермейді деп тұрсың міне. Қазір мамам шақырсам лоқ болып қаласың ғой. Тұршы бар орнына, тұрсайшы. Сенің бар ғой, сол мамаңмен қосып бар ғой. Мамаңмен қосып. Мамамды қайда, мені бірақ ештеңе істей алмайсың. Мамама қосып қой мені. Не болды одан кейін? Одан кейін ән сабағы болды ба? Ән сабағы. Маған айтты, осы алдағы 8 наурызға кім ән айтады деді. Мен айтам дедім. Менің әкем композитор дедім. Сіз айттым ма? Молодец! Ай, мен бір марқайып қалдым. Ой, мен мықты композитор. Мен айттым, Шәмші Қалдаяқов әннің королі болса, менің әкем әннің президент дедім. Ой, молодец. Қайсанда айттың еді? Жібердім ғой, папа, жібердім. Қыздардың бәрі соткіге түсіріп жатыр. Батарейкілер отырып қалса да бұзылып деп түсіріп жатыр. Қыздарға Фантамас дейді. Не шумейте, одноклассница, не шумейте дедім. Тихо дедім. Через один түсірдім. Бір-бірлеп түсірдім дедім. Қыздар салатып, апай ысқырып отыр. Фантамас деп. Тихо дедім. Одноклассница, учительница, тихо дедім. Қайсан. Жібердім ғой папа. Дук-душ, көрші ауылға бір қыз келді. Баласы бар, байы жоқ. Ондай қызды кім алады, өзі тағы естер соқ. Ондай қызды кім алады? Ай, басқан таппадың мені, басқа. Одан басқа ән білмейсіз ғой сіз. Құдай, ай. Оңбаған. Папа, қой, папа, көрші ауылға бір қыз келді.